Бәріне сәлем, сіздермен Гүлхан тігін блогына қош келдіңіз. Бүгінгі видеода біз бантик тігуді үйренетін боламыз. Мен алдағы күзгі бал мерекесіне осындай бантикті тіктім, ал түсі мен матасын өзгерту арқылы сіз қалаған бантик түрін тіге алатын боласыз. Ендеше бастайық. Ең бірінші бізге қатты фатин, сосын түсіне сай кособейка және бір резинке қажет. Фатин матасының ені 17 см етіп, ұзындығын 80 см етіп қиып аламыз. Екі қысқа енін бірінші бір, содан кейін тағы 1 см қайырып бүктеп тігіп шығамыз. Содан кейін екі ұзындығына кособейканы алып келіп, басын 1 см қайырып бүктеп, фатиннің кособейка ішіне толық кіргеніне көз жеткізіп, екі жағына тігіп шығатын боламыз. Сосын матаның дәл ортасын тауып, видеодағыдай бантигімізді жинап тігеміз. Қалған бөліктерді енді қолмен тіксек болады. Жаңағы машинкамен тіккен жерді қолмен 1-2 рет айналдыра тігіп шығамыз. Сосын резинкемізді алып келіп, бантигімізге қосып көрінбейтіндей тігіп қоямыз. Мен біздің бантигіміз дайын болды. 1 метр фатин матасынан 12 дана бантик шығаруға болады. Сіз де міндетті түрде тігіп көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Және парақшаны жоғалтып алмас үшін бірден жазылып алыңыз. Сіздермен болған Гүлхан.